Қайырлы күн, қадірменді көрермен, Амаркетс Қазақстан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео барысында мен сіздерге жеке кабинетте қандай функционалдар бар екенін көрсететін боламын. Яғни сіздер жалпы біздің веб-сайтта тіркелу процедурасын аяқтаған соң, есепшотты ашқан соң қандай мүмкіндіктеріңіз бар екенін түсіндіретін боламын. Біріншіден, енді жеке кабинетті қалай ашамын дейтін болсаңыздар, markets.org-тың веб-сайтына өткен соң, мінекей главное деген батырманы бассаңыздар болады. Егер де тілді ауыстырғыңыз келсе, яғни мысалы үшін қазақ тіліне ауыстырамын дейтін болсаңыздар, ең төменге ауыстырып, мінекей мына бетте кез келген тілді таңдасаңыздар болады. Басты бетке ауысқан соң сіздердің алдарыңызда бірнеше өте маңызды заттар бар. Яғни сіздердің ашылған есеп шоттарыңыз, мысалы үшін копи-трейдингке арналған MetaTrader 4 платформасында болуы мүмкін, немесе стандартты есеп шоттар MetaTrader 5 платформасында ашылған болуы мүмкін. Оның барлығын біз басқа видео барысында түсіндірген едік. Есепшоттар қалай ашылады десеңіздер, соны сол видеоны ашып көрсеңіздер болады. Егер де тағы да бір есепшот сіздерге қажет болса, мінекей мияныңызда плюс батырмасын басып есепшотты ашуға мүмкіндіктеріңіз бар екенін айта кету қажет. Бұл жерде енді есепшоттың түрін таңдай аласыздар, жалпы левериджді таңдай алған мүмкіндіктеріңіз болады, яғни кредиттік иық, және сауда платформасында дәл осы нүктеде таңдай аласыздар, яғни MetaTrader 4 немесе MetaTrader 5 платформаларында есепшотты ашуға мүмкіндіктеріңіз бар. Онымен қатар мінекей бергі бетте сол есепшоттарыңыздың бүкілі көрсетілген. Оның астында толықтыру және шығару батырмалары бар. Егер есепшоттарыңыздағы ақшаны шығаруды қалайтын болсаңыздар, бер жақта үсті жағында есепшотты таңдап, мінекей дәл осы жерде қандай түрде шығарғыңыз келетінін таңдасаңыздар болады. TRC-20 жүйесінде, яғни USDT арқылы шығарып алуға болады. Биткоин біз көріп отқандай USD койн, түрлі мінекей нарықтағы криптовалюталар арқылы шығаруға болады. Егер де картаңызды ұлатып, дәл осы картам арқылы шығарамын дейтін болсаңыздар, мінекей ForPay арқылы шығаратын мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін сіздер төлем әдісін қосуы тиіссіздер. Яғни төлем әдісі деген ол бізде мінекей картаңызды жазасыз, яғни 16 саннан тұратын карта нөмірі, мерзімі аяқталу күні, мысалы үшін 29-шы жылдың ақпан айы болсын, және аты жөніңізді енгізген соң картаңызды верификация жасап, дәл сол өзіңіздің банк картаңызға ақшаны қабылдап алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Дәл сондай жүйе, жалпы есебімен айтқанда, TRC-20 USDT арқылы шығаруда мүмкіндіктеріңіз бар. Мына бетте жай ғана сол әмияныңыздың нөмірін енгізуге тиесілісіз. Осылайша, мінекей өте көптеген жалпы ақша шығару мүмкіндіктеріңіз бар екенін көріп отырмыз. Бүкіл транзакцияларды қараймын дейтін болсаңыздар, мінекей батырманы басасыздар. Есепшотты толықтырамын дейтін болсаңыздар, немесе мына беттегі, немесе ортадағы батырманы басып толықтыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Онымен қатар төменге жалпы ауыстыратын болсаңыздар, көптеген аналитика бар екенін көріп отырсыздар. Бұл жерде келешекте қазақ тілінде шығатын аналитикалық брифингтер қосылатын болады. Себебі мысалы үшін орыс тіліне аударатын болсаңыздар, бұл жақта әріптесіміздің шығаратын аналитикалық брифингтері, яғни видео форматында шығарылатын аналитика дәл осында бар екенін көріп отырмыз. Валюталық жұптарға қатысты, мінекей Америка құрама штаттар доллары мен канадалық доллар туралы қандай да бір мәлімет, ақпараттар да осында орналасқан, және ең қызықты жалпы бұл жердегі функциялардың бірі, ол әрине де жасанды интеллект. Яғни мысал ретінде осында мінекей валюталық жұпты немесе кез келген активті таңдап, мысал ретінде айтатын болсақ, еуро, Америка құрама штаттар долларын таңдайтын болсаңыздар, мына батырманы басып жасанды интеллект сіздерге кеңес беретін болады. Яғни
жасанды интеллект тарапынан мінекей біз көріп отырғандай дәл қазір кеңес ол сату, яғни дәл қазір жасанды интеллект еуро доллар жұпы төменге аттанады деп санап жатыр екен. Неліктен бұлай осындай негізі нәтижеге келгенін біз көріп отырмыз, мінекей жазылған оның барлығы, бірақ енді тәуекел өздеріңіздің беттеріңізде, сондықтан тәуекелге барамын дейтін болсаңыздар, соны басып соған еліктеп жалпы жасайтын мүмкіндіктеріңіз бар. Финансы батырмасында біз көріп отқандай, транзакциялар тарихын көруге болады, есепшотты толықтырып ақшаны шығарып алуға болады, жаңадан қандай да бір карталарды қосып алуға мүмкіндіктеріңіз бар, және сервисі батырмасында сол жаңағы жасанды интеллекттің функциясы бар, сентимент индикатор бар екенін көріп отырмыз, қандай да бір анализаторлар және сауда сигналдары барлығы да осында. Тағы да жаңа есепшотты ашамын дейтін болсаңыздар, настройки батырмасы арқылы жасайтын мүмкіндіктеріңіз бар. Егер қандай да бір өзіңіздің есепшотыңызды архивке салған болсаңыз, дәл осында көруге болады. Кредиттік иықты, яғни левериджді ауыстыруға мүмкіндігіңіз дәл осында бар екенін көріп отырмыз. Және соңғы батырма ол әрине де копи трейдинг батырмасы. Бұл туралы да біз бөлек видео жасайтын боламыз. Копи трейдинг стратегиялары туралы, жалпы қандай стратегиялар бар екенін біздің платформада мен басқа видеоларда сіздерге көрсететін боламын. Төменге ауыстыратын болсақ, бізде мінекей метатрейдердің жалпы метатрейдерді қосымшасын жүктеп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Дәл осында мінекей Windows болсын, macOS болсын, немесе iOS, Androidқа жүктеп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Дәл сол ақпарат MetaTrader 4-ке де қатысты, яғни дәл осы батырмалар арқылы сіздер метатрейдерді жүктеп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Және кеше мен көрсеткен жалпы мобильді қосымшаны да осында жүктеп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Саппорт боттың де мінекей мекен-жайы осында орналасқан, яғни қандай да бір сұрақтарыңыз болса, дәл сол саппортқа жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Онымен қатар енді ең жалпы жиі қойылатын сұрақтар мінекей дәл осы нүктеде орналасқанын көріп отырмыз, иә. Яғни осы батырмалар арқылы ең жиі қойылатын сұрақтарға жауаптарды таба аласыздар. Осындай мінекей бізде жеке кабинетте функционалдың бар екенін көріп отырмыз. Өте маңызды батырмалардың барлығы осында. Жалпы есебімен айтқанда бұл батырмаларда ешбір қиыншылық жоқ, сондықтан тіркелген соң ешбір қиыншылықсыз интуитивті түрде түсінікті интерфейс арқылы жалпы саудаңызды біздің платформада бастауға мүмкіндіктеріңіз бар. Және осымен достар, біздің бүгінгі кішігірім бейне сабақ өз мәресіне жетті. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікірлерде жазып, сұрақтарыңызды жазып кетуге мүмкіндіктеріңіз болады. Сондықтан міндетті түрде Форекс жаңалықтарын жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, біздің Telegram және Instagram парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар Маркетс Қазақстан YouTube арнасына жазылып, міндетті түрде хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Және келесі видеолар барысында кездескенше сау болыңыздар.